Баршаңызға сәлем достар. Майнинг арқылы сіздер Shiba токенін таба аласыздар. Осы проекттен, бұл проекті сілтемесі описанияда тұр, және де достар, инвестиция арқылы ақша табу жолдары мен өзімнің YouTube арнамда көрсетемін, сондықтан YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір сіздердің көздерінше Shiba монетасын табыс табатын боламын, және де бұл жақта USDT ретінде табысты шығарып көрсететін боламын. Бірақ та достар, бұл жақта егер тек салымсыз ретінде кірем десеңіз, онда бұл жақта сіздер ақша табуыңыз ұзақтау болады, және де копейка ғана табатын боласыздар. Ал егер де шынымен де расымен де нормаль ақша табам десеңіз, онда бұл жақта өзіңіз қалтаңыздан ақша салу керек, яғни инвестиция жасау керексіз. Бұл жақта минимально $15 басталады. Сіздерге кеңес берем, $15 ғана салыңыз, одан артық салмаңыз. Және де бұл жақта риск бар, бірден айта кетейін, өйткені бұл проект кез келген уақытта жабылып қалуы мүмкін. Мүмкін бір ай істеуі мүмкін, мүмкін бір күн істеуі мүмкін. Бұның болжауы қиын. Сондықтан достар, мен енді бұл проект жаңадан ашылды, енді ғана сондықтан бірден кіріп жатырмын, және де бұл жаққа $15 өзімнің қалтамнан салған болатымын. Міне $15 салдым. Қалай салу керек десеңіздер, бұл жақта ең бірінші мына перезарядка деген түйме тұр. Осыны басасыздар. Одан кейін сет таңдайсыздар. Біздің назарымыз әрине TRS-20 USDT. Осы адрес кошелекқа сіздер $15 жібересіздер. Жібердіңіздер, счеттарыңызға түсті. Одан кейін бірден сіздер брокерский кошелекқа $1.56 түседі. Бұны сіз бірден шеше аласыздар. Күнделікті $1.56 түсіп отырады. Одан бөлек сіздерге Shiba 3000 монетасы тегін түрде беріледі. Бұнда қазір бірден шешіп алуға мүмкіндік бар сіздерге. Одан кейін майнинг бар. Яғни сіздер мынандай майнинг жүріп отырады, сізде начать деген тұрады, майнинг, соны басасыздар, и сізде Shiba монетасы жиналып отырады. Төмен жақта заданиялар, яғни тапсырмалар бар. Осы тапсырмаларды орындасаңыздар, сіздерге Shiba монетасы беріледі. Қараңыздар, ежедневно заходите каждый день, чтобы получать преимущество. Регистрироваться деген түймені басамын. Маған берілді, қазір мысалы не деген кірсем, 3100 Shiba токені бар екен. Тағы да көрейік, қандай тапсырмалар бар екен. Следите за социальный каналым, и сол үшін бізге 500 токен беріледі екен. Бізде мына 3600 Shiba токені болды. Енді бұны мен долларға ауыстыру үшін се деген басамын. Менде получается 0,1 цент қана шығады екен. Бірақ та минималь количество конвертация бірақ та 4000 дейді. Сондықтан тағы да бізге 400 токені керек екен. Жақсы. Брокерский кошелектегі ақшаны қалай шешу керектігін сіздерге көрсетіп кетейін. Отзывать деген түймені басамын. Мына жақта өзіміздің адрес кошелегімізді қоямыз. Деген түймені басамын. Пароль безопасности қоямын. Поддержать дегенді басамын. Бізде ақша сәтті шығарылды. Енді қазір счетымызға келіп түсе ме, түспей ме, соны қазір сіздерге көрсететін боламын. Міне достар, шығарған $1.50 сәтті келіп түсті. Енді келесі ақша түсе ме, түспей ме, оны мен Telegram группамнан бақылап отыра аласыздар. Сіздермен мен болған Қайрат, келесі көріскенше достар.